Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы шығарылымда сіздерге 2023 жылы шыққан Крушение фильмін қысқаша айтып беретін болам. Егер де жолшыбай келген көрермен болсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңізші. Осылай жасау арқылы қазақ тілді арнаның дамуына көмектесесіз. Ендеше көп созбай, киношолуымызды бастайық. Всем внимание! Приготовиться к удару! Фильмнің басында басты кейіпкер ұшқыш Брэдті көреміз. Ол әуежайда қызымен бейне қоңырау арқылы сөйлесіп келе жатыр. Брэд қызына жұмысын бітіріп, жақын арада көруге келетінін айтып, оны қуантады, және қызы да қуанышын білдіреді. Осыдан кейін Брэд ұшқыштың кабинасына барып, сол жерде әріптесімен кездеседі. Екі ұшқыш бір-бірімен танысып, өздері туралы әңгіме айта бастады. Ал кейін Брэдті шақырады. Офицер оған төтенше жағдайға байланысты Тони деген қауіпті адамды өзімен бірге алып кетуі керек екендігін хабарлайды, және Брэд бұл іске келіседі. Брэд экипаждың басқа мүшелерімен кездесіп, барлығы жолаушылар туралы талқылайды. Ал барлық жолаушылар келіп, ұшаққа отыра салысымен, бұл адамдар бірден ұшып кетеді. Брэд ұшқыш әріптесіне қарап, мен қызымды қатты жақсы көремін, және онымен жақын арада кездесемін деп айтады. Және бір-бірімізден басқа ешқандай туысымыз жоқ дейді. Демек, Брэдтің әйелі де жоқ болып тұр ғой. Адамдардың барлығы түнімен ұшақта отырғанда кенеттен ауа райы нашарлай бастады. Осыған байланысты Брэд өзін жақсы сезінбегендіктен алаңдаулы көрінеді. Ал барлық жолаушыларға қауіпсіздік белдігін тағуды бұйырды. Және рация арқылы жігіт өзінің орталығымен байланысуға тырысады. Бірақ та байланыса алмады, себебі радионың барлығы біртіндеп істен шығып жатыр. Осыдан кейін кенеттен ұшақ бір сілкінеді. Брэд қатты уайымдап тұр. Сол үшін де жолаушыларды көруге барғанда жеңіл тыныс алды, себебі жолаушылардың барлығы аман екен. Ал осыдан кейін жарық ақырын сөніп қалды. Жігіт ұшақтың ортасында тұрғанда ұшақ тағы да сілкінеді. Соның кесірінен басынан жарақат алып қалды. Осы жағдайлардың салдарынан барлық жолаушылардың жағдайы нашар болды. Брэд салонға оралып, серігімен бірге ұшақтың күтіміне кіріседі. Жігіт үшін өте қиын кезең болды. Өйткені радиода жұмыс жасамайды. Оның үстіне экранда ештеңе көрінбейді. Сосын Брэд ұшақты түсіруіміз керек дейді. Себебі тағы да дәл осындай соққы болса, ұшақ жойылады дейді. Осылайша ұшқыштар ұшақты түсіре бастайды. Ал жолаушылардың барлығы қатты қорқып тұр. Осыдан кейін стюардесса қауіпсіздік белдігін шешеді. Оны көрген офицер де дәл солай жасайды. Соның әсерінен ұшақ құлап бара жатқанда, олар жоғарғы жақтан қатты соққы алып, жерге құлап түседі. Қаттылығы сонша, екеуі де осы жерде мерт болды. Кенеттен ұшақ тез төмендей бастады. Содан Брэд пен оның серігі ұшақты басқара алмай тұр. Артқы жақтан стюардесса қыз келіп, жүргізуші Брэдке жолаушылардың жағдайы өте нашар екенін айтты. Ал Брэд болса барлығына өз орындарына отыруды бұйырады. Өйткені көп ұзамай біз өте нашар әуежайға қонғалы жатырмыз дейді. Осы кезде ұшақтың бір аралдың үстінен ұшып бара жатқанын көреді. Сол үшін де басқа амалы болмағандықтан Брэд ұшақты осы аралға қондыруды шешті. Осылайша қасындағы серіктесінен уақытты сұрап жатады. Жігіт 10 секунд қалды дегенде Брэд белгісіз бір аралға сәтті қонады. Бұған таңғалған серіктесі ұшақты қалай аман қондырдыңыз деп сұрайды. Сонда Брэд күлімсіреп уақытты пайдалану арқылы дейді. Енді Брэд пен оның серігі ұшақта әлі де электр тоғының бар екенін біліп қатты қуанды. Осыдан кейін Брэд адамдардың барлығына ұшақтан түсуді бұйырды. Осы уақытта ұшақ компанияның иелері кенеттен ұшақтың бір жерде жоғалып кеткенін көрген екен. Алайда ұшақтың қай жерге қонғанын білмейді. Ал радиостанцияның зақымдалуына байланысты ұзақ уақытқа дейін байланысқа шыға алмады. Брэдке стюардесса келіп, Тониді әкелген офицердің қайтыс болғанын айтты. Брэд аздап мұңайып қалды. Бірақ не болса да, енді қалған жолаушыларға қамқорлық жасау керектігін айтады. Енді адамдардың барлығы не үшін мұнда қондық деп сұрай береді. Сол үшін де Брэд алдарына шығып, төтенше жағдайға байланысты осында қонуға мәжбүр болдық дейді. Брэд өздерін Филиппиннің оңтүстік аймағындамыз деп болжайды. Ұшақта әлі де аздап электр жарығы бар. Соның көмегімен қалған электр қуатын жөндейміз. Тамақ, су және тұрақтайтын орын осы жерде бар. Еш уайымдамаңыздар, біз барлығымыз көп ұзамай бұл жерден кетеміз дейді. Ұшақтың компаниясы құтқарушы маман Дэвидті кезіктіреді. Дэвид осындай қиындыққа тап болған адамдарды табумен айналысады. Ал компания менеджері маған ұшағым туралы барлық ақпарат керек дейді. Оның қайда кеткені, жұмысшылары, жолаушылары туралы барлық ақпарат. Енді Брэд ұшаққа келіп, оны жөндей бастады. Бірақ ол ұшақтағы қуат пен электр қуатының өте төмен екенін көреді. Сондықтан да радиода жұмыс істемей қалған. Сонда ұшқыш әріптесі Дели, бұл тегін жер емес, бұл аралды террористер басқарады. Осында не бір адамдарды ұстап әкеліп, тұтқындардың аман қалу үшін ақша сұрататын көрінеді дейді.
Ал егер де олар бізге қандай да бір зиян келтірсе, онда үкімет бізді құтқара алмайды дейді. Ал бұны естіген Бред қалай да болмасын құтқару тобын осы жерге шақырту керек дейді. Себебі бұл жерден құтылудың жалғыз жолы осы. Енді Бред барлығына келіп, кейбір ақауларға байланысты радионың әлі жұмыс істемей тұрғанын айтады. Ал бұны естіген жолаушылар қатты алаңдайды. Сонда Бред, біз аралдың арғы бетіне барып, радио табамыз және өз командамызға құтқару тобын осында жіберуді сұраймыз. Олар келіп, барлығымызды құтқарады деп сендіреді. Және осындағы қылмыскер Тони менімен бірге барады дейді. Осылайша Тонидің қолын кісеннен босатып, екеуі жолға шықты. Осыдан кейін кадр аралда орналасқан баскесер террористерді көрсетеді. Арасындағы біреусі аралға төтенше жағдайға байланысты ұшақ келіп тоқтағанын айтады. Оның ішінде әртүрлі елдерден келген адамдар өте көп. Бұны естіген жеке әскер басшысы осы хабар үшін оған ақша береді. Енді жеке әскер басшысы өзінің баскесерлерін ұшаққа баруға дайындайды. Ал Бредтің қызы болса теледидардан әкесінің ұшағы апатқа ұшырағанын естіп қатты алаңдап қалды. Аралдың орманында Бред пен Тони алға қарай жылжып келеді. Тони Бредтен мені неге босаттың және қазір қайда алып бара жатсың деп сұрайды. Сонда Бред, мен сені адамдармен бірге қалдырып, олардың өміріне қауіп төндіре алмаймын деп жауап береді. Ал егер де алдымыздан террористер шықса, сен менің қасымда боласың дейді. Содан кейін Бредке көптеген сұрақтар қояды және кенет үнсіз қалды. Ал Бред артына бұрылып қараса, Тони қашып кеткен екен. Базадағы құтқарушы сарапшы ұшақ туралы ақпарат алу үшін бейнелерді қарай бастады. Бейнетаспада төбелес шығарған жолаушыны ұрып соғып, оны тынышталдырғанын көреді және қарап тұрып жігітке риза болды. Осыдан кейін Дэвид ұшақтың құлаған жерін шамамен айтып, өзінің ақша үшін жұмыс жасайтын әскери бөлімін сол жаққа жібереді. Орманда Бред тамақ фабрикасына кіреді. Осы жерде радио аппаратты тауып алды. Кейін радиостанцияны жөндегендей болып, телефон арқылы құтқару бөліміне хабарласады. Ол өзінің ұшағы және осы арал туралы айтып берді. Бірақ та қандай да бір ақауға байланысты онымен сөйлесіп отырған адам Бредтің не айтып жатқанын ести алмады. Сонда жігіт өзінің туған қызына хабарласып, барлық мән-жайды айтып береді және бұл ақпаратты бақылаушыларға жеткіз дейді. Осы кезде бір адам келіп Бредке шабуыл жасайды. Сонда Бред оны ұстап алып, аямастан ұрады және шабуылдаған жігіт есінен танып қалды. Осы кезде Бред бұл бөлмеге біреу келе жатқанын сезді. Сол үшін де ол тезірек тығылып қалады. Сөйтсе келген адам Тони екен. Тони талай баскесерлерді өлтіріп, қаруланып алған екен. Осыдан кейін екеуі төмен түсе бастайды және алдарынан камераны көреді. Камераның ішіндегі бейнетаспаны көріп, бұл жердегі адамдардың қауіпті террористер екенін білді. Бұл жерге келген адамдарды ұрлап әкетеді. Ал кейін отбасынан қомақты ақша талап етеді. Осы бейнетаспаны көрген бойда жолаушыларға да қауіп төніп тұрғанын түсінеді. Осылайша екеуі сырттағы көлікке келіп отырды және ұшақтың жанындағы жолаушыларға қарай бет алды. Ал бейқам демалып отырған жолаушылар өздеріне келе жатқан көлікті көрді және көлікпен келе жатқан Бред деп ойлап қатты қуанады. Бірақ та көлікпен келіп жеткен қауіпті әскери террористер екен. Баскесерлер аспанға қарай оқ атып, адамдарға қарай жақындайды. Кенеттен Бред пен Тони да осы атылған оқтардың дыбысын естиді. Баскесерлердің басшысы барлық жолаушылардың тізімін сұрады. Сонда стюардесса тезірек тізімді әкеліп береді. Ал кейін басты ұшқыштарын қайда деп сұрайды. Сонда жігіт Бредтің орманға бір жұмыстарымен кетіп, әлі келмегенін айтты. Осы кезде бір жолаушы қыз бұл жерден қашқысы келді. Алайда баскесерлер оны атып тастайды. Бұны көрген Бред шыдай алмай жүгіргісі келді. Бірақ та Тони оны ұстап қалды. Баскесерлер барлық жолаушыларды автобусқа сала бастады. Осылайша оларды тұтқынға айналдырып, өздерімен бірге алып кетті. Онымен қоса бұзақылардың басшысы екі адамын ұшаққа жіберіп, ішіндегі барлық құнды заттарды әкелуді бұйырды. Сөйтіп бұл жерден де кетіп қалды. Сонда Бред Тониге ашуланып, олар біздің адамдарды алып кетті, ал сен болсаң мені жібермедің дейді. Сонда Тони, бұлар үлкен әскер және өте қауіпті. Егер баратын болсаң, мұндай үлкен әскермен жалғыз өзің күресе алмайтын едің дейді. Екеуі қанша қайғырса да алдағы қарай жылжиды және ұшақтың ішінде бағалы заттарды алып жатқан екі баскесерді ұстап алды. Бред оларға қару кезеңіп, жолаушыларды қайда алып кеткенін сұрады. Сонда баскесерлер бұл жерде зауыт бар екенін айтты және жолаушыларды сонда алып кеткен екен. Енді құтқару сарапшысы ондағы жағдайды Бредтің қызынан білді. Яғни ұшақтың қандай аралда тұрып қалғанын білді. Бұл туралы ұшақ компаниясының иесіне айтып, дереу құтқару командасын сол жерге жібереді. Бред пен Тони зауыт орналасқан жаққа барып, сол жерге кіреді. Осы жерде баскесерлердің барлығы жолаушыларды видеоға түсіріп жатыр екен. Осы уақытта құтқару командасы ұшақты тауып алды және ішіндегі басшысы ұшақтың ішіне кіріп қарағанда екі адамның мәйітін көреді. Сонымен қатар Бредтің жазған хабарламасы да бар екен. Хабарламада
сонда зауытқа қарай келіңдер деп айтқан. Бред пен Тони зауытта жасырынып әлгі баскесерлерді бақылап отыр. Ал кейін екі баскесердің артынан келіп оларды тұншықтырып өлтіреді. Кейін құпия есіктің алдынан өтіп жолаушылардың қайда екенін білді. Бұл жерде күзетшілер өте көп екен. Сонда Тони білдіртпей қолына балық алып сол жердегі баскесерлердің барлығын өлтіреді. Осылайша Бред баскесерлердің кілтін алып жолаушылардың барлығын босатты. Бред жолаушылардың барлығына тезірек ұшақтың жанына жетуді бұйырды. Өйткені ол радио арқылы көмек сұраған. Қазіргі уақытта құтқару тобы да сол жерге келіп қалған болу керек дейді. Осылайша барлығын автобусқа отырғызғанда қасына Тони келіп сырт жақта баскесерлер өте көп екенін айтты. Сонда Бред жолаушылардың мазасызданғанын көріп, баскесерлерді мен алаңдатамын, ал сен жолаушылардың барлығын ұшақтың жанына алып бар дейді. Осы сөзді айтып болған соң Бред баскесерлерге қарай барады және оларға мен құтқару командасын осында шақырдым, ал сендер бастарыңа бәле тілемей жай ғана бізді босатыңдар, біз кете берейік дейді. Сонда баскесерлер Бредті аямай ұрып соғады және Бредті енді өлтірейін деп жатқанда Бредтің бақытына орай құтқару командасы келді. Екі жақ бір-біріне көптеген оқ жұмсайды және баскесерлердің көбісі осы жерде мерт болды. Ал кейін құтқару командасы Бредті алып автобусқа апарады. Баскесерлердің басшысы автобустың кетіп қалғанын көреді және бауырының қайтыс болғанын көріп қатты ашуланды. Ұшақтың жанына жеткенде Бред жолаушыларға Дели ұшақты жөндепті және бізді құтқаруға келген бұл ақша үшін жұмыс жасайтын жеке команда. Ал нағыз құтқару командасы әлі келмеді. Сол үшін де біз оларды күте алмаймыз. Дереу ұшаққа отырып, осы жерден кетіп қалайық дейді. Бұны естіген жолаушылар тезірек ұшаққа отыра бастады. Ал Бред келген жеке командамен ұшақты жөндеп жатыр. Осы уақытта баскесерлер де қабаттасып, оларға шабуыл жасайды. Ал көмекке келген жеке құрам оларды тоқтатуға тырысуда. Екі жақтан да көптеген оқ атылды. Бірақ құтқаруға келген команданың қарулары өте жақсы. Соның арқасында тағы да көптеген баскесерлердің көзін құртты. Бред команда басшысына 5 минуттың ішінде ұшақты іске қосам, ал ұшаққа барам дегенше сен мені қорға дейді. Сонымен қатар Тониға да келіп, сен маған жақсы көмектестің деп алғысын айтады. Сонда Бред көптеген оқтардың арасынан қашып ұшаққа отырды. Тонидің оқтары таусылды. Оқтары іздеймін деп келген жеке команданың сөмкесін қарағанда ішінен көптеген ақшаны тауып алады. Бірақ та әзірге ақшаны қоя тұрып, басқа сөмкедегі оқты алып террористермен соғыса берді. Осылайша Бред ұшақты солаймен айналдыра бастады. Содан кейін жеке команда да ұшаққа көтеріле бастады. Осы кезде Бредке ұшақ компаниясының иесі мен саған қауіпсіз орынды айтамын дейді және қайда баруға болатынын айтты. Барлық адам ұшаққа отырды, бірақ та Тони отырмады. Ол ақша толы сөмкені алып қаша бастады. Ұшақтың көтерілгелі жатқанын көрген бұзақылар оны тоқтамастан ата береді және террористердің басшысы гранатометпен ұшақты жарып жібергісі келді. Бұл әрекетті Тони байқап қалды және бұзақылар басшысын жарақаттап тастады. Бұны көрген Бред Тониға риза болды және осыны пайдаланып бұзақылар басшысын езіп тастайды. Бұны көрген Тони да мәз болып осы жерден ақшамен кетіп қалды. Осылайша Тони көкке көтерілді. Алайда жолда ұшақ тағы да істен шыға бастады. Сол үшін де Бред мәжбүрлі түрде жерге қону керек болды. Бред өткен жолғыдай ешбір адамға зиян келтірместен ұшақты әдемі қондырды. Осылайша барлық адамның өмірі құтқарылды. Сол үшін де барлығы мәз болып қуанады және ұшақ компаниясының иесі де командасымен бірге қуануда. Бред пен оның серіктесі Дели де тыныштықпен тыныс алады. Көп ұзамай құтқарушылар да келді. Сондай-ақ жолаушылар Бредтің батылдығы үшін барлығы қол соқты. Ал содан кейін Бред барлық жолаушыларды құтқару тобымен бірге жібереді. Фильмнің соңында Бред өзінің туған қызымен сөйлесіп, екеуі де қатты қуанады. Осылайша фильм аяқталды достар. Егер бейне ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Ал келесі видеоны бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Келесі көріскенше аман сау болыңдар достар.